Қыстың аязды түнінде кешке таман 16 жасар Гүлайна есімді қыз үйінде жалғыз өзі теледидар көріп отырған болатын. Ата-анасы болса құрдастарының үйіне қонаққа кеткен еді. Күні бойы қар жауып тұрса да Гүлайнаның көңіл-күйі өте жақсы еді. Ол өзін жалғыз сезінбес үшін үстіне жылы жамылғысын жамылып, диванға отырып әртүрлі фильмдерді қарап отырды. Ал ата-анасы болса әлі жоқ. Сағатқа қараса сағат түнгі 12 болып қалыпты. Әр уақыт өткен сайын Гүлайна өзін жайсыз сезіне бастады. Солай Гүлайна теледидар қарап отырып, терезенің ар жағынан бір нәрсе қозғалған секілді көрінді. Бұл не нәрсе екен деп сығалап қараса, бір ер адам терезеге жақындап келе жатыр. Оның беті адамға ұқсамайтын, беті әжім-әжім, тыртық-тыртық болды. Күлімсіреп Гүлайнаның үйіне жақындап келе жатырды. Гүлайна бұл көріністі көріп қозғала алмай қалды. Денесін түгел үрей жаулап алды. Ер адам терезенің алдына жақындап келіп, қалтасынан пышақ шығарады. Гүлайна пышақты көре салысымен дереу түрде полицияға соғады. Телефонмен сыбырлап полицияға жаймендеп терезенің алдында белгісіз ер адам тұр деп айтады. Солай полиция оқиға орнына дереу түрде 10 минутта жетеміз дейді. Ал Гүлайнаға бұл 10 минут 10 сағат секілді көрінді. Сөйтіп ол терезеге тағы да қараса, әлгі адамның беті терезеде Гүлайнаға қарап, сығалап қарап тұрды. Ол өзінің қорқынышты түрімен және де қорқынышты күлкісімен Гүлайнаға тесіліп қарап тұрды. Сөйтіп арада 10 минут өтіп, полиция оқиға орнына келеді. Гүлайна оларды үйдің артын, сыртын тексеруді сұрайды. Бірақ полициялар ешқандай адамды да адамның ізінде таппайды. Бірақ Гүлайна оларға сенбеді. Сөйтіп үйді тексеруін сұрайды. Полиция үйді тексеріп жүріп, диванның астынан суық пышақты табады. Және полициялар бұл оқиғаны Гүлайнаның ол ер адам далада емес, Гүлайнаның артында үйдің ішінде болды дейді. Яғни ол ер адам далада, яғни сыртта терезенің алдында емес, ол үйдің ішінде дәл Гүлайнаның артында тұрған еді. Осыны естіген Гүлайна басында психикалық ауытқулар болып, оны ауруханаға алып кетеді.